Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз сіздермен Brawl Stars KZ арнасы. Достар, ең алдымен сіздер біздің каналымызға жазылып кетіңіздер. Және де біздің керемет оқырманымыз Саят бауырыма үлкен рахметімді айтамыз, және барлық көріп жатқан адамдарға үлкен алғысымыз шексіз. Жалпы достар, бүгінгі айтатын әңгімеміз сіздермен Brawl Stars ойынында қалай кубокты тез көтеру керек екен, және адамдардың кубогын қалай 550-ден өткеннен кейін түсірмеуге болатынын айтып өтеміз. Енді жалпы достар, қазір сезон бітеді, білесіздер. Сезон біткеннен кейін бұл көп адамның кубоктарын алып қояды. Міне қараңыздар. Бұл мысал үшін менде Шелли 750-де болатын достар. Қараңыздар, почти 150 кубок алып қойды. Леон 700-де еді, 600 кубок, почти 300 кубок алып қойды достар. Джессиден де одан 100 кубок алып қойды, ал бұл 650-де еді. Бұны 575-ге түсіріп тастады. Сол Динамайкта 650, ал Рико 600-де еді достар. Жарайды дейміз. Енді достар, басты қағида сіздерге кубокты түсіріп алмау үшін мынаны білдіруіңіз керек. Сіздер міне адамдарыңызды, барлық адамдарыңызды 549-ға тақаңыздар достар. 549, міне қараңыздар. Міне мына жерде көліктен аяқталады менде. Ал одан кейін көтерем десеңіздер, тек қана 10-шы уровендік адамдарды көтеріңіздер достар. Только 10-шы уровендік адамдар демей қойын, енді жалпы өзіңіз жақсы ойнайтын, енді үлкен нәтижеге қол жеткізетін адамдарды көтере беріңіздер достар. Сіздер бәрін көтеріп тастасаңыздар түсіп кетесіздер. Мен мысалға мына досымды көрсетейін қазір. Міне мына бала бірінші тұрған баяп пункт деген бала 19.000-ға жеткен еді достар. 19.000. Қараңыздар, 17.000-ға түсіріп тастаған бала кірмеген. Міне көріп оқыңыздар, ол қазір бойда. Одан қазір 2000-ға жуық кубок алып қойған достар. Қараңыздар, бұл өте қиын деп айтамын, өте қиын ойын. Енді қазір мысал үшін қараңыздар, сіздерге статистиканы көрсетейін достар. Адамдардың кубогына міне қараңыздар, сіздерде қазір басасыздар. Мына жерде адамның кубогын тұсын басасыздар. Міне осы жерде достар қараңыздар, егер сіздердің адамдарыңыз 550-ден өтіп 599-ға тақап қойсаңыздар, адамдарыңызды 525-ке түсіріп тастайды достар. Егер 600-ден 449-ға дейін болса, 550-ге. Енді жалпы осыған қарап түсініп аласыздар деген ойдамын достар. Қараңыздар, мысалы үшін адамдарыңыз 1000-да болса, 750-ге түсіріп тастайды деген сияқты ғой. Сондықтан адамдарды қатты көтере берудің керегі жоқ достар. Және ең жақсы тактика бұл адамдардың кубогын теңестіріп көтеру. Егер сіздер адамдардың әрқайсысын әртүрлі көтерсеңіздер, бұл болмай қалады достар. Қиын болып кетеді сіздерге. Сіздер адамдардың кубогын, мысалы үшін адамдар жаңадан басасыздар ма, біртіндеп адамдарды 300-ге көтеріңіздер. Сосын барлығы 300-де болған соң достар, 350, сосын 400-ге, сосын 500-ге тақай аласыздар. Мен өзім, например, өзім үсті көтергем достар, қараңыздар. Барлығын бір қып көтеріп алдым. Бұларға мен тиіспеймін, ойнамаймын да. Тек мен 10-дық адамдармен ойнаймын. Яғни Шелли, Джесси деген сияқты мықты адамдармен ойнаймын достар. Және айта кететін жағдай достар, мен осы аккаунтты сатамын. Егер аламын дейтіндер болса, бұл аккаунтта мен 10.000 теңгеге бағалаймын достар. Қараңыздар, көріп қандарыңыздай әжептәуір мықты база достар. Менің кубогым 16.000-да еді, 16.100-де еді. Қараңыздар достар, менің 500 кубок алып қойды достар. Так, енді не дейміз достар? Жалпы мен досым, яғни біздің кланымызда бар, өзіміздің клуб. Міне осы клубқа тіркеліп кетіңіздер достар, менің достарым барлығы. Не дегенмен де айтар ақылым, осы аккаунтты сатамын достар. Осы аккаунтты алам десеңдер болса, ВКонтакте желісі арқылы личкаға жазыңдар достар. Бүгінгі видео осымен тәмам достар. Каналға жазылып лайк басып кетіңіздер.